Баршаңызға сәлем достар. Бүгін 15 минутта дайындалатын печеньенің рецептісімен бөліспекшімін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге маргарин керек. Менде пампушка маргарины. Оны жақсылап осылай үкіштен өткізетін боламыз. Егер де үкішіңізден өтпей жататын болса, кішкене осылай ұн сеуіп жүрсеңіздер, жұмыстарыңызды біршама жеңілдететін болады. Және де осыған 100 грамм қант ұнтағын қосамыз. Қант ұнтағы болмаса, қантпен алмастырсаңыздар болады. Және 2 дана жұмыртқамызды қосамыз. 400 грамм ұнымызды қосып, осылай електен өткізіп қосатын боламыз. Және де 1 пачка разрыхлитель. Менде бұл жерде 10 граммдық разрыхлитель. Осылай қамыр пайда болғанша қолымызбен елейтін боламыз. Неге осындай сәл-пәл қолға жабыспалы қамыр пайда болды. Осылай ұн сеуіп аламыз, көп қажет емес, жабыспайтындай болса болады. Қазір оқтаумен жайған кезде осылай оқтаудың көмегімен жайып шығып, өзімізге қажетті формаларды орналастырып шығамыз. Неге сан түрлі формалар пайда болды. Жұлдызша қалыңдығы осындай. Өте жұқа қылып жүрмеңіздер. Жұқа қылсаңыздар, печеньеларыңыз қатты, дәмсіз болып қалады. Кішкене қалыңдатып, жаңағы көрсеткенде қалыңдықтар жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын противенге орналастырып, 180 градуста 15 минутқа духовкаға жібереміз. Және қалған қамырдан тағы да осылай формадан тізіп шығамыз. Мінекей 15 минутта менде осындай күшті, пышный, дәмді печенье пайда болды. Мен балаларым өзі сүйіп жейді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Бар жоғы 15 минут уақыттарыңызды алады, ал дәмі сондай керемет болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызға бірде жауап беретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.